Bir күні анамнан сұрадым, өмір болғасын ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Осы сіз біздің анамызсыз ба, жоқ анамыз емессіз ба? Осы бауырым сәл ұрсып қалса болды, келінге жақ боласыз. Мен сөзге келіп қалсам да келінге жақ боласыз. Неге? Оның сыры неде деп сұрадым. Сонда анамның маған айтқаны: балам, келін бір жақ, мен бір жақ болып, шақшадай басың шарадай болып жүргенін қаламайым. Сен өзімнің баламсың ғой, өзіңді тепсем де өзегімнен кетпейсің сен менің. Сондықтан сенің шақшадай басыңның шарадай болғанын қаламайым. Біз келін екеуміз бір жақ болайық, сен өзің бір жақ бол. Сонда менің көңілім жай. Не келінге жақ боларыңды білмей, не маған жақ боларыңды білмей, басыңның қатқанын қаламайым. Мен жетіскеннен жақ болмайым балам, сен үшін жақ болам деді. Сонда ойладым, расымен де әулие ана екен. Анамызбен жақ болса, біз ешқайда кете алмайды екенбіз. Bağışın şıdap жүріп бәріне, жананашым қартық кірдау әріңе. Өзің барда төрт қо болам тең мені, бала болғым келе берер әлі де. Ана ауырмашы салып бізге уаян, ана сізге ұзақ ғұмыр берсін Құдайым. Ана, сен ғой менің жарық дүнием арайым. Ана, не қалайсың бәрін табайын. Ол қартықтың емі қайда, айтыңдаршы ағайым. Сұрамасам тұра алмаймын хәліңді, мейіріммен жаратқан соң жанымды. Оған алар сақтар едім бәріңді, қарттық сенің қалай табам дәріңді. Ана ауырмашы салып бізге уайым. Ана сізге ұзақ ғұмыр берсін Құдайым. Ана, сен ғой менің жарық дүнием арайым. Ана, не қалайсың бәрін табайын. Ол қартықтың емі қайда, айтыңдаршы ағайым. Ұзақ ғұмыр берсін Құдайым. Ана, сен ғой менің жарық дүнием арайым. Ана, не қалайсың бәрін табайын. Бұл қарттықтың емі қайда. Ана, ауырмашы салып бізге уайым. Ана, сізге ұзақ ғұмыр берсін Құдайым. Ана, сен ғой менің жарық дүнием арайым. Ана, не қалайсың бәрін табайын. Бұл қарттықтың емі қайда, айтыңдаршы ағайым. Айыпқа бұйырмаңыздар, енді сәл көңілім босап кетті. Ата-ана үшін мен ойлаймын, кез келген адамның көңілі босауы мүмкін.